Каналыма қош келдіңіз. Сіздерге бүгін провинция елінен келген киш деп аталатын тауықтан бәліш жасайтын боламын. Видеомды соңына дейін көруді сұраймын. Ең алдымен илеуіштен өткен ұнымызға қаймақты салып және майды үкіштен өткізіп аламыз. Кейін жұмыртқаның сарысын, тұз және суық құйып, қолмен қамыр басып, салафанға салып қоямыз. Енді брокколиді 3 минут қайнатып душылаққа саламыз. Кейін тауық етін осылай 4 бұрыш етіп тураймыз. Енді құймамызды дайындаймыз. Ол үшін сливкеге жұмыртқа, қара бұрыш және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Одан соң брокколиді орташа бөліктерге бөліп аламыз. Енді формамызды алып, пергамент төсеп, кішкене май жағамыз. Одан соң қамырды алып жая бастаймыз. Міне жайып болдық. Енді қамырды формаға салып, біркелкетіп, артық қамырларын жетпеген жерлеріне үзіп жабыстырамыз және шаңышқының көмегімен тесіктер жасаймыз. Енді тауықты әр жеріне, кейін брокколиді әр жеріне қойып шығамыз. Үстіне осылай сыр сеуіп, құймамызды барлық жеріне құйып шығамыз. Одан соң алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Киш бәлішіміз дайын, ас болсын.